бүгінгі сарапшымыз Қазақстан Республикасы президенті жанындағы ұлттық ғылым академиясының форсайт зерттеулеріне қатысушы, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің озық функционалды материалдар және оның композиттері халықаралық орталығының жетекшісі, техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Кабдрахманова Сана Қанатбекқызы. Форсайт өте маңызды. Неге десеңіздер, ол кешенді түрде жұмыс жасайды. Оның бірнеше артықшылықтары бар. Мысалы, әрбір аймақтың, әрбір елдің өзінің ерекшелігіне мән береді. Ғылымы қандай деңгейде, қандай технология қажет, қандай шикізат мөлшері бар, кадрларының деңгейі қандай. Тіпті оған қатысатындар ғылым, бизнес, жергілікті өкілдер, үкімет барлығы тарапынан тең дәрежеде сауалнама алынып, тең дәрежеде зерттеу жүріліп, осы қатысушылардың соның нәтижесінде ғана белгілі бір ғылым мен техниканың дамуына алдын ала болжам жасалады. Қазіргі кездегі трендті айтатын болсақ, нақты бір ғылыми бағытқа тоқталып өтетін болсам, агроөнеркәсіп кешенін алатын болсақ, қазіргі кезде өте үлкен мәселе өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы, жан-жануар, осылардың селекциясы. Қазіргі кезде климаттың өзгеруіне байланысты өсімдік шаруашылығын алатын болсақ, жаңа материалдар, мәдени өсімдіктердің жаңа селекциялық өнімін алу. Неге десеңіз, қуаңшылық артып келе жатыр. Яғни ол жаңа селекциялық материал қуаңшылыққа төзімді болу керек. Мысалы, адам саны өсіп келе жатқандықтан бүкіл әлемде болсын, жеке Қазақстанда алып қарайтын болсақ та, мысалы, соны қамтамасыз ететін, яғни тез өсіп дамитын. Содан кейін қазіргі кезде патогенді организмдер өте көп. Жануарға болсын, өсімдікке болсын, сол патогенді микроағзаларға тұрақты. Міне осындай ең басты концептуалды сұрақтары осы. Яғни осыған төзетін, осыны жеңе алатын, осы қиыншылықтарды материалдар қажет. Сонан кейін ең басты назар аударатын мәселе ауыл шаруашылығы өнімдерін және оның қалдықтарын терең өңдеу. Міне осы басты назар аударатын мәселе болып шықты жаңағы форсайттық зерттеу нәтижесінде. Және тағы бір маңызды мәселе ол қаптағыш материалдар. Мысалы, бізге Қазақстанға өте көп мөлшерде импорт ретінде өсімдіктер, тұқымдар, содан кейін дәнді дақылдар, жеміс жидек өте көп мөлшерде келеді. Әрине ол ұзақ жерді транспортталып келетіндіктен олардың сақталуы өте маңызды. Содан кейін Қазақстанда мал шаруашылығы өте жақсы дамығандықтан ет, сүт тағамдары, оның сақталуы да өте маңызды. Міне осыған байланысты қаптағыш материалдарға жаңа концептуалды тұрғыдан қарау керек деген тұжырым шықты, тренд. Осы трендтерді атап өткім келеді. Өндіріс, бизнес, ғылым ол бір-бірінен ажырамайтын үштік деп қарау керек. Өйткені бизнес инвестиция салатын болса, өндіріс өнім береді. Өнім бүгінгі күннің талабына сай болу үшін ғалымдар оны үнемі жақсарту үстінде болу керек. Қандай да болсын, осы заман талабына сай, сіз айтып кеткендей, трендке сай болу керек. Сондықтан да осы үштік үнемі бірлікте болатын болса, ғылыми техникалық прогресс Қазақстанда айналып өтеді деп ойламаймын. Міндетті түрде ғылыми техникалық прогресс біздің шикізатқа мол жерімізде, кадрлық потенциалы мол, үлкен ауқымды біздің елімізде міндетті түрде орын алады даму. Енді оны бизнеспен осы үштікті қалай бірлікте ұстау керек дейтін болсақ, мен қазіргі кездегі жақсы үрдістің бірі хакатон сериясын айтқым келеді, қолданылып жатқан. Өзім де сол хакатонға барып қатысып, мысалы біз Қостанай облысында шығарылатын боксит кенінің үлкен проблемасын біліп қайттым. Ол проблема қандай? Мысал ретінде айтып өтетін болсам, ол проблема бокситтің жаңағы ылғалды жерде, сулы жерде өндірілетіндіктен, оның жаңағы Павлодар алюминий жаңағы үлкен зауытына тасымалдау үшін кешеніне ол құрамындағы суды жаңағы ары-бері транспорттап өте үлкен шығын
ұшырап жатқанын көрдік. Енді біз өзіміз осы салада біраз ылғалды өзіне бөліп алатын материалдарды синтездеп қарастырып жүргендіктен маған бұл тақырып өте жақын болды. Осы проблеманы шешу үшін мен мысалы техникалық тапсырыс жазуға да қатыстым эксперт ретінде. Сол жаңағы Қазақстан алюминийі кешенді өндірістік кешенімен де бір стол басына отырып сол проблеманы талқылауға да қатыстым. Бұл өте үлкен шешімін табу керек мәселе екеніне көзім жетті. Яғни ғалымдар үшін сол өндірісте толып жатқан шешілмеген мәселелер бар екенін көрдік. Бұл өте үлкен жақсы үрдіс деп ойлаймын Қазақстан үшін. Ғылым академиясының жаңағы әрбір аймаққа барып, сол аймақтың өндірістің мәселелерімен, ғылымның деңгейімен танысып, соны ортаға салып, эксперттарды шақырып, міне осындай форсайттық зерттеу, басқа да болжау мәселелерін, ғылымның қайда даму керек екенін, қай саладан бізде ғылыми зерттеу жұмыстары керек екенін істеп жатқаны көңілге өте қонымды. Ғылым академиясының жастар саясатына, жастардың ғылымға келуіне көңіл аударуы, мысалы мен үшін өте бір қуанарлық жағдай. Мен ойлаймын, менің әріптестерім үшін де өте үлкен бір сеңнің қозғалғанын білдіреді. Содан кейін жаңағы айтап өтіп кеттім, ғылым академиясының тек қана бір жерде отырмай, олардың әрбір Қазақстан жері өте үлкен, ауқымды, бірнеше Европа елі сиятын жер екені бәріне белгілі ғой. Олар батысқа да барып, шығысқа да барып, солтүстік Қазақстанға да барып, сол жердегі өндіріспен, сол жердің аймақтық мәселесімен танысып, соны ғалымдарға жеткізудегі аралық жұмысы өте маңызды. Мен мысалы сол үшін өте қуаныштымын.